Өтірік сөйлеме, біз емес үкімет кінәлі дейді. Сен ең алдымен үкіметті сынардың алдында бірінші өзіңнің ана тіліңде қатесі жазып, тыныс белгілерін қоюды үйрен. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдай, үкімет неге кінәлі? Үкімет сенің не балаңның шашынан тартып, қолынан сүйреп, ойбай сен орыс мектепке барасың, немесе ағылшын мектепке барасың деп жатыр ма не? Әлде сенің үйіңе келіп, балаңды осылай тәрбиелесең, өзге ұлттың менталитетімен тәрбиеле, жаңағыдай өзге ұлттың тілін үйрет, қазақша мүлдем сөйлемесін деп жатыр ма үкімет, а? Бауырым, сөздің ашығын айтқанда, режим кухонного оппозиционера қоспай қойшы мына жерде. Сөздің ашығын айтқанда, ағайын мен осындайлардан шаршадым. Үйде жатып алады да өкіметтігін кінәлай береді да, қарында тыр-тыр қасып қойып диванда жатыр, бірақ өзінің қолынан боқта келмейді. Ондай адамдар өкінішке орай біздің елімізде бар, оның нақты дәлелі міне. Үкімет не заставить етіп жатыр ма сенің балаңды басқа мектепке барасың деп? Барлығы өзіңе байланысты, үкіметтен емес, барлығы өзіңнен байланысты. Үйіңде не көрсең ұшқанда соны ілерсің дейді. Сен балаңа қандай тәрбие бересің? Балаңды қай тілде тәрбиелейсің? Балаңа қай елдің менталитетін тығасың? Сондай болып балаң өседі сенің. Сен қазір үйде үкіметті жамандай берме, одан да ана балаңа қазақтықты үйрет, қазақ тілін үйрет, қазақтың салт дәстүрі мен мәдениетін үйрет. Алла жазса бір 30-40 жылдан кейін балаң жоғары жаққа барған кезде ұлтым, елім, жерім, тілім деп тұратын азамат болып өседі. Отырып алып үкімет жамандай береді ғой. Жасасайшы. Келіп алып, ойбай, үкімет кінәлі дейді. Немен кінәлі? Үкімет не істеді саған? Сөздің ашығын айтқанда. Қою керек, ағайын, шындықтың тура бетіне қарау керек. Не болды әлде алдынан Путин келіп жаңағыдай Қазақстан орыс тілді мемлекет дегенге жазып отқан осың ба? Егер де сенің шынымен намысың болатын болса, Путиннің сол сөзінен кейін сен үйіне барып тұрып балаңды қазақша тәрбиелер едің, көзің ашық, көкірегің ояу азамат болса. Ал сенің істеп отқан тірлігің мынау. Ағайын, ренжімеңіздер, ақиқатын айтайын, бірақ біздің елде осындай адамдар бар кезде біз ешқашан дамымаймыз. Сөздің ақиқаты. Аман болайық.